Баршаңызға сәлем. Бүгін мен ешқандай миксерсіз, көп ыдыс құртпай, ешқандай духовкасыз, сковородкамен пештің үстінде пісіретін пирогпен бөліскім кеп тұр. Енді жегенге күшті прямо шайға күшті болады. Біз сковородканы аламыз, үстіне сарымайды саламыз. Сарымай ерігенше араластырып тұрамыз. Қыздар, барлығының өлшемін описанияда қалдырып кетемін. Сарымайды осылай жақсылап ертіп аламыз. Қыздырып, пешімізді орта отқа қойсаңыздар болады. Осылай мен пешімді, сарымайымды жақсылап қыздырып алдым. Қыздырып алғаннан кейін үстіне құмшекер себесіздер. Құмшекер саламыз. Оның әрқайсының өлшемі төменде описанияда тұр. Қыздар, бұны жасап көрсеңіздер, мендерінде печеньелер салған кезде көбісі сковородкаға жасауға болама депті. Сұраныс бойынша мен сковородкаға жасалынатын пирог, яғни шаймен жегенге өте дәмді. Міне, бізде сарымайымыз еріді, үстіне құмшекерімізді саламыз. Құмшекерімізді салып, 5 минут, 2-3 минут, 5-2-3 минут өзіңіз шамаңыз келгенше, ерігенше бақылаймыз. Ергеннен кейін жаңағы доғым немізді, отымызды сөндіреміз. Осылай араластырып тұрастырады, түбіне жабысып қалуы мүмкін. Сковородкамыздың түбі қалың болу керек. Жұқа сковородка болмайды. Осылай отты бірінші сөндіріп аламыз. Үстінен бір жұмыртқа тастаймыз. Жұмыртқаны салғанда тез араластырып тұрмыз. Тез араластырып тұрмасаңыздар, жұмыртқаларыңыз пісіп кетеді. Міне, мұнда салдым. Мен үлгермей қалдым кішкене, бірақ сонда да кетті. Тез араластырып тұрыңыздар. Тез араластырып, ең дұрысы плитканың үстінен, пештің үстінен алып жасасаңыздар болады. Жұмыртқамыз салғаннан кейін какаомыз саламыз. Араластырамыз. Какаомыз да тоже солай. Үстінен ұн саламыз. Ұнымызды да араластырып тұрамыз. Тез араластырып, комок-комоктары кетеді, мұнда комок-комок көрініп тұрған, бірақ араластыра берсеңіздер кетеді. Үстінен ұнды саламыз. Ұнды да араластырамыз. Ұнның үстінен жарты чайный ложкадан аздау сода или разрыхитель салсаңыздар болады. Менде үйде разрыхитель қалмапты, сол үшін мен сода қостым. Сода саламыз. Сөйтемізді онды араластырамыз. Қыздар, араластырып отырғанда өте қою сияқты болып көрінеді. Ойлайсыздар, ой, бітті, мынау болмай қалды деп, бірақ олай емес. Қазір үстіне сүт құямыз. Сүт комнатный температура, бөлме температурасында болу керек. Осыны жақсылап араластырасыздар. Бір 5 минут араластырып тұрасыздар, араластырып. Сол кезде кәдімгі блинный пісіргенде раствор болады ғой. Сол сияқты орта сұйықтықта міне. Осылай болады. Менің пешімнің ең үлкені 9, сол үшін мен 5-ке қоям. Орташа отта 10-15 минут пісіріп аласыздар. Негізі 15 минут әдемі болып піседі. Бұл піскенше біз бетіне құятын сүтімізді дайындаймыз, бетіне жағатын шоколадымызды дайындаймыз. Аузын қаппағын жауып қойыңыздар. Доғықты қосып, астын көбейтіп қоясыздар. Сөйтіп бетін жауып қоямыз. Сосын сковородка, жаңағы микроволновкаға бетіне құятын салмаларымызды дайындаймыз. Бұл бірінші сүт пен сахарный пудраны араластырып қоямыз. Оны жаңа сковородкада піскеннен кейін соның үстіне тастайтындай құйып қоямыз. Міне сүтке сахарный пудраны араластырып бір шетке қойып қоясыз. Бұл қатты қою болмайды, қатты сұйық болмайды, орташа сұйықтықта болады. Бұл бір растворымыз. Екінші растворымызға сарымай саламыз. Мына жерде түспей кетеді кейде осылай. Сарымайымыз саламыз. Одан кейін үстіне үйде менде шоколад, кішкене ғана шоколад бар екен, сол шоколадты салдым. Негізі көптеу шоколад салсаңыздар, беті әдемі жып-жылтыр қою болады.
шоколадымызды саламыз, үстінен сүт құямыз, микроволновкаға 30 секундқа қойып аламыз. Міне бізде мына жерде пісті. Бұның піскенін тексеру үшін мынандай ағаш палочкамен осылай тесіп, міне менде піскен екен, көп тесіп аласыздар. Қазір бұның үстіне жаңағы біз сүтпен, сахарный пудрамен жасалған растворымызды құйып шығамыз. Сөйтіп 2 минутқа қойып қоямыз. Бұл жаңағы неміздің, тортымыздың сулы, әдемі болуына қажет. Бір араластырып жердесіздер. Бетіне құйып шығамыз осылай. Растворымыздың бетін, пирогымыздың бетіне әдемілеп осы растворымызды құйып қоямыз. 2 минуттай тұрады. 2 минуттай тұрғаннан кейін шет-шетін босатамыз да пирог салатын ыдысымызға аударамыз. Пирог салатын ыдысымызға аударып болғаннан кейін жаңағы микроволновкада дайындаған растворымызды бетіне құйып шығамыз. Егер менде мұнда жерде шоколад аз болып қалды, сіздерде шоколад көптеу жасаңыздар, өте қою әдем болады. Осылай шет-шетіне бәріне жағып шығамыз. Мен шоколад аз болғаннан кейін бетіне сахарный пудра септім. Егер сіздер шоколады көп қылсаңыздар, бетіне жаңғақ сепсеңіздер болады. Жаңғақтың нелері бар ғой, майдаланған жаңғақтар бар ғой, соларды сепсеңіздер болады. Қыздар, астарыңыз дәмді болсын. Үйде жасап көріңіздер. Көп уақыттарыңызды алмайды, 30 минут уақыттарыңызды алады. Бір жақсысы, бірақ ыдыс кетеді бұған. Только сковородканы ғана бұлғайсыздар, қалған ыдыстарыңыз бұлғанбайды.